1 миллиард теңгеге салынған былығы көп жаңа мектеп. Карл Ойлаш 1 миллиард. Ақпаратты экспресс-ка тілшілер айтты. Қызылордадағы нөмірі 282 мектепке келген мониторингтік топ кәдімгідей шок ұстады. Мынау мектеп жертөлесіне кіре беріс. Баспалдақ салмағаны бұлай тұрсын, жан-жағын бетонмен қоршап тастаған ғой. Есіме басқа бір видео түсіп кетті. Это лифт. Когда этот лифт будет... Ал бұл мектепшілік спорт залы. Дене шынықтыру мұғалімдері волейбол сеткасының екі жағынан отырып алған. Бәлкім сетканың құлап қалмауын бақылап отыр. Ал мынау сырттағы баскетбол сеткасы, футбол алаңы, күзетшілер отыратын жер. Кәдімгі бір жарылыстан кейінгі кадрлар сияқты. Десе де мердігердің кепілдік мерзімі аяқталмаған. Өз қалтасынан бәрін ретке